Қайырлы таң баршаңызға. Бүгін сіздерге таңғы асқа өте жеңіл әрі ерекше таңғам ұсынғым келіп отыр. Ең алдымен қызып тұрған табамызға сары майды және де аздап сұйық майды аламыз. Сары майды ерітіп аламыз. Төрт бұрышты етіп туралған бір болгар бұрышын саламыз. Оны жақсылап араластырып аламыз. Содан соң үстіне бір тәтті бұрышымызды осындай төрт бұрышты етіп турап үстіне саламыз. Пиязымызды да дәл солай турап үстіне саламыз. Жақсылап араластырамыз. Сосын үстіне шұжығымызды осылай жіңішке етіп кесіп, ортасынан бөліп, пиязымыздың үстіне саламыз. Пиязымыз, болгар бұрышы және де тәтті бұрышымыз, сосын шұжық төртеуі жақсы қуырылуы қажет. Осылай қапағын жауып 5 минутқа қуырамыз. Асты жабысып қалмас үшін араластырып отыруымыз қажет. Екі немесе 3 помидорды үккіштен өткізіп, үстіне саламыз. Менде банкідегі помидор, жазда осылай банкіге басып дайындап қойғанбыз. Помидорға томат қосып жіберсеңіздер де болады. Үстіне дәміне қарай тұзын қосып жібереміз. Тағы да жақсылап араластырып, қапағын жауып қоямыз. Помидордың суы жақсы тартылуы керек. Видеода көріп тұрғандарыңыздай, менде помидордың суы жайлап тартыла бастады. Содан соң мен бөлек ыдысқа 4 жұмыртқаны вилканың көмегімен араластырып алдым. Енді помидорымыздың үстіне жұмыртқамыздың барлығын құйып шығамыз. Аздап тұз қосып жібереміз. Енді қақпағын жауып 5-10 минут пісіреміз. Газымыздың астын өшіреміз. Осымен біздің таңғы асымыз дайын. Дәмі өте керемет болып шығады, әрі өте жеңіл және тойымды. Үстіне укроп қосып жіберсеңіздер, одан сайын дәмді болып шығады. Қақпағын жауып 2-3 минутқа қалдырсаңыздар болады. Толық рецептін описанияға қалдыратын боламын. Видео ұнаған болса, лайк басып тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.